Сәлеметсіздер ме тыңдармандар? Бүгін өздеріңізге қойдың құйрық майын бел тизе ауырғанда тарту мәселесінде тоқталайық. Мұнда алдымен мына кескінде көрсетілгендей қойдың құйрық майын тоңазытып алған соң жіппенен әр жерінен шандып кеңірек босқып тепшіп тігіп аламыз. Мұнда қойдың құйрық майын ол енді барлық жерге жете қоймауы мүмкін, кейде мұндай жағдайда кейде оны құрастырып тігуге болады. Енді осыны тіккеннен кейін осыған белгілі дәрілік материалдарды осының үстіне сеуіп, оның дәрілік родын пайдасын арттыруға болады. Мұнда қызылгүл және кейбір қара бұрыш секілді нәрселерді үстіне себеміз. Ол үшін алдыменен жаңағы тепшіп дайындап алған қойдың құйрық майын дәкі секілді бір нәрсенің бетіне жөргіп тігіп аламыз. Өйткені белге тарту үшін тоқтамай түсіп қалады ғой, жиылып қалады. Сондықтан оны белге айландырып тарту үшін бұлдың дәкілердің үстіне мықтап қондырып аламыз. Ал енді осы қойдың құйрық майының қандай біздің денемізге әсері бар, яғни оны халқымыздың ежелден осы нәрсені істетіп келе жатыр, біртүрлі ем ретінде қарайды. Бұл енді ғылыми тұрғыдан қалай түсіну керек дегенде, бұл тәжірибелік тұрғыдан болсын, мейлі ғылыми тұрғыдан болсын, бірінші бұл жылулық әсері жақсы. Қойдың құйрық майын қыздырып ысытып былай жатқанда тартқан кезде жылулық әсері ұзақ сақталады. Сол жергілікті орынның температурасы жоғарылаған кезде қан тамырлары кеңейтіп қан айнасын жақсартады. Бұлшықетпен буын маңындағы кернеуді бәсеңдетеді, ауырсыну сезімін төмендетеді. Яғни бұлшықетпен буындардың түйілуін, сіресуін азайтады, ауырғанды басады. Екінші жақтан майдың құрамындағы кейбір заттар, мәселен май қышқылы, микроэлементтер болады. Олар тері арқылы сіңіп, буынды жұмсартып, қабынуды бәсеңдету ролын атқарады. Екіншіден, майдың ылғалдандыру және қорғау ролы болады. Май теріге жағылған кезде оқшаулағыш қабат қалыптасады дағы терідегі булануды азайтады. Жергілікті орынның ылғалдығын сақтайды. Жұмсақ ткандардың икемділігін арттырып, теріні жұмсартып, тері астындағы ұсақ қан тамырларды кеңейтеді. Бұлшықет пен буындарға қосымша қорғағыш рөл атқарады. Ревматизм және буындардың созылмалы қабыну кезінде шеміршектер біртіндеп жұқарып, қалыңдап, қажалып, буын сүйектерінде өзгеріс туылады. Мұндай кезде қозғалған кезде ауырласады, сырқырап ауырады, таңертең сіреседі. Уақыт ұзара келе қозғалысты шектеуі мүмкін. Жұлыннан шығатын жүйке түйіршіктерінің қабынуынан көбінесе сегіз көз, маң ауыратын, бел, жамбас, аяқтың қатты сырқап ауыруы, ұйып қалуы, жайсыз әруі қатарлар тууы мүмкін. Мұндайда майдың өзіндік дәрілік ролы болмаса да, ол тек жылулық және уқалау әсерлері арқылы уақытша ауырғанды бәсеңдету, жеңілдету ролын атқарады. Сондай-ақ бұл қабыну кезінде де белгілі ықпал жасайды. Әсіресе мұнда ісіну, қызару, қызу, томпайып көтерілу кездерінде мұндай майлар тартуға болмайды. Белгілі зияндары болуы мүмкін. Сондықтан құйрық май тек созылмалы, суық тиген, қабынған, сірескен жағдайларда белгілі буынды жұмсартуға пайдалы. Ал енді бұл бұрыннан біздің халқымыз енді психологиялық және дәстүрлі сенім жақтарынан да халық арасында қойдың құйрық майын қасиетті санағандықтан шипалы деп қараймыз. Бұл сенімнің өзі де адамның көңіл күйін тыныштандыру, емнің әсерін арттыру жақта белгілі пайдасы болады. Алайда бұл жерде құйрық майды денеге тарту негізгі ем емес, тек қосымша әдіс ретінде қолдану керек. Бел тизе, буындары ауырғанда жылумен емдеу, қан айнасын жақсарту, сырқырап ауыруды бәсеңдету ролы болады. Алайда буын аурулары өте асқынған кезде, қозғалу қиындасқан кездерде ең жақсысы дәрігермен ұшырасып, инфекция туылудың алдын алу, немесе аурудың асқынуынан сақтанған ең дұрыс. Қараптау осыны көргеннен кейін бұны ем ретінде қолданып жатқан адамдар көп болуы мүмкін. Алайда бұның да белгілі шектемелі жақтары бар екендігін толық түсініп жету керек.